Баршаңызға сәлем. Бүгін өте дәмді печенье грибочки жасайтын боламыз. Жұмыртқамызды жарып, қантымызды саламыз және де жақсылап араластырып аламыз. Майымызды ерітіп құямыз. Тағы да араластырып, кукурузный крахмалымызды саламыз және де 1 қасық разрыхитель саламыз. Ұнымызды салып, қамырымызды елейтін боламыз. Ал енді формамызды дайындап, осылай қолымызға алып, домалатып шығатын боламыз барлығын. Енді какаомызға осылай батырып алып, арасына салып, домалатып, қозғырық формасын келтіреміз. 180 градуста 15-20 минут пісіретін боламыз. Қарап тексеріп тұру керек. Не пісті, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Балаларыңызға ұнайды деген ойдамын. Менің балаларыма ұнады. Жасап жатсаңыздар ас болсын.